Бабалар ізімен тарихи экспедициясы Торғай өңірінде. Бұл атырапта да әлі күнге көз ашылмаған тарихтың бұлағы жетерлік. Мәселен, Жангелді ауданына қарасты Саға ауылдық округі аумағында ағаштан салынған мына ағаш бейіттің сырын әзірге ешкім ашқан жоқ. Жақын маңда тал атаулы өспейді. Жергілікті жұртшылық ағаштан мазар тұрғызу мажарлық ағайындарда жиі кездесетінін айтады. Демек, бұл кезеңде Еуропаға көшкен ғұн ұрпағының қазақпен туыстығына тағы бір айғақ болуы мүмкін. Сонда өзіміз айтамыз, ол кезде тас жол болмаған, ешқандай темір жолда жоқ. Сонда керуен арқылы түйемен, бір түйеге екі-ақ бөрене тиелген болады. Сонда өзіңіз ойлаңыз, неше түйе керуен жүріп өткендігі. Бабалар ізімен экспедициясының Торғайға сапарына Венгрияның Қазақстандағы елшісі Андраш Барани арнайы қосылды. Мажар мен Торғай мадиярларының түбі бір атадан тарайтыны осыдан 10 жыл бұрын генетикалық зерттеу нәтижесінде дәлелденген еді. Содан бері ата жұртын көруге асық мажарлықтар көбейді. Мы себя называем не венгр, а мадияр. Біз өзімізді венгр емес, мадияр деп атаймыз, елімізді Мажарстан дейміз. Сол кезеңде Еуропаға көшкен мажарлар Торғай мадиярларынан тарайды дегенде деректер бар. Бұл қазақ пен мажардың туыстығын, бірлігін айшықтайтын өмір ағашы. Қызбел ауылына 2013 жылы алыстан ат арылтып жетіп, мажарлық бауырлар арнайы қойған. Онда нарақтың әр бұтағында мадиярлардың көнеден бері келе жатқан тотемдері, культтері, символдары, дүниетанымдық элементтерінің барлығы бір асқан үйлесімділікпен, шеберлікпен бір-біріне үйлестіріліп, жаңағы ағаштан жонып, оймыштап дейді, резба дейді ғой, ағашқа оймыштап тұрып, соны жасаған белгі. Мәселен, темір күмбезді бұл кесенеде осы атырапта атаңызға айналған Тілеп Аспантайұлы жерленген. Ол өз дәуірінде аты шыққан бақсы әрі күйші болған. Бүгінгі дейін Тілеп бабаның 3 күйі бізге мұра ретінде жетті. Ал Ақкөл ауылының жанындағы Мәшен қыстағындағы мына үйде Ахмет Байтұрсынұлы дүниеге келген. Жалпы осы арада Ахмет балалық шағын өткізіп, мынау Жыланшық өзеніне түсіп, осы арада жалаңбас ойнаған 10 жасына дейін болған. Содан кейін оқуға кеткен. Содан енді елге 24 жылға дейін келіп тұрған аратыры, одан кейін көп келе берген жоқ. Бабалар ізімен экспедициясы Торғай төңірегіндегі алаш арыстарының ізі қалған атыраптар алап, өткен тарихты санада тағы бір жаңғыртты. Баба мұрасын насихаттауды мақсат еткен сапар одан әрі жалғасады.